Баршаңызға сәлем. Сүтсіз суға үйленген құймақ дайындайтын боламыз. Осы рецептке 2 түрлі начинка жасадық. Бірінші творог және миотпен. Бірақ осы рецепт бойынша суға үйленген құймақ рецептімен және де дайындайтын боламыз. Ендеше кеттік. Ол үшін ең алдымен құймағымызға керекті заттарымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, және де шекерімізді салып, сұйық майымызды құйып, әбден араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін жарты чайная ложка ас содасын саламыз. Осы жерде сіздер разрыхитель, яғни ұн қопсытқыш қолдансаңыздар да болады. Менде ас содасы. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 1 стакан дайындап қойған жылы суымызды құйып, әбден тағы да араластырып аламыз. Ең соңында алдын ала илеуіштен өткізіп қойған ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз әбден жақсылап араласу керек. Венчиктің көмегімен әдемілеп араластырып аламыз. Мінекей, менде осындай әдемі массам дайын болды. Қатты сұйық емес, қатты қою емес. Осындай болу керек. Мінекей, менің блинчиктерім дайын болды. Өте әдемі блинчиктер дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Ас